Сәлеметсіз бе? Менің есімім Кенжегүл, жасым 55-те. Менің жолдасым жүргізуші болып жұмыс істейді. Отбасымда 3 балам бар. 2 бала, 1 қызым бар. Балдарым қазір үлкені 29-ға келді, үйленген, 1 баласы бар, 1 немерем бар. Қызым акушерка болып жұмыс істейді. Қазір декретте, тұрмысқа шыққан. Кішкентай ұлым әскерде. 2001 жылғы. Мен өзім жұмысым базарда саудамен айналысқанмын, детский товар сатқанмын. Қазір 3-4 жыл болды, қазір қойғам, қазір үйдемін. Небере қараймыз, келін түсіріп, неберемен сомен үйде үй шаруашылығымен айналысамын. Бұрын Восходта жұмыс істегенмін, қыз күнімде де, тұрмысқа шықпай тұрып, Восход фабрикасында жұмыс істегенмін 9 жыл. Кейін сол жерлерден, Өзбекстаннан, Ферғана деген қаласынан келіп, өздері неге оқуға бізді техникумға қабылдаған, өздері келіп жаңа. Сөйтіп сол кезде сол жаққа барып, сөйтіп күйеуіммен танысқам. Күйеуім сол жерде университет бітірген, педагог мамандығымен. Қазір бірақ жүргізуші. Мен қан қысым 180-ге, 170-ге дейін көтерілетін. Одан кейін ұйқы безім мазалайтын, асқазанымда язва болатын. Сонымен түнгі ұйқыларым мазасыз болатын. Жақсы ұйықтай алмайтын. Кейін мен бұл ламифарен жайлы радиодан естіп, кейін тапсырыс беріп көрейін деп не қылдым басында. Сөйтіп тапсырыс бердім, олар үйге дейін жеткізіп берді маған. Мен іштім. Ішкеннен кейін 1-2 аптадан кейін өзімді өте жақсы сезіндім. Өте жақсы сезіндім. Жеңіл, асқазаным ауру басылды, жақсы ұйықтаймын. Қан қысымында өте жақсы нормада болып не қылды. Одан кейін неге ішпеске дедім, алып іштім, өте жақсы өнім. Дәрілерді ішкеннен гөр, таблеткаларды ішкеннен гөр, қан қысымыма дәрілерді іштім, ішкен кезде мен асқазаныма, бауырыма әсер етті олар. Ауырып, сәл не қылып, сөйтіп мазасызданып жүрдім. Содан кейін де бір жағы осы табиғи өнімді көрейінші деген ой келді маған. Сөйтіп осы табиғи өнімді алып ішіп көрдім. Бұл маған өте жақсы жәрдем берді, ламифарен. Мен ырзамын осы өнім шығарған адамдарға. Бұның еш зияны жоқ, еш жеріңе зияндығы жоқ, несі пайдасын көрдім мен. Содан кейін бұл ламифаренді қабылдап ішіп жүрмін. Жақсы ұйықтаймын, өте жақсы. Бір керемет ұйқылар болды. Бала ұйықтайды ғой, сол сияқты ұйықтап жақсы, өзімді жақсы сезініп жүрдім да, сол кездері. Сондай әсері болды, соны сезіндім да мен бұны ішкеннен кейін. Ұйқы безімде ауырып, мен ауырған кезде мен уже ауқат іше алмай қалдым. Неған кезде, тамақ ішкен кезде ауырып, түйіліп, қатты ауырып жүрді. Кейін барып тексерілгенде мен асқазанымда язваңыз бар деді. Одан кейін мен оны ішіп не қылдым, кейін уже қарасам басылды менікі, уже тексерілсем, уже бұрынғы неден анағұрлым жақсарғанын сезіндім да. Олар да солай айтты, жақсы, сіз не ішіп жатсыз деді. Мен осы өнімді айттым, осы ламифаренді ішіп жатырмын мен. Маған жақсы жәрдем беріп жатыр деп. Мен ол кезде таблеткаларды вообще тоқтатып қойғам, таблетка вообще ішпей қойдым. Потому что мен бауырыма да әсер не қылды да ол, әсер етті таблеткалар. Рахмет айтқым келеді. Мысалы қанша халық ауырады, басқа болады, солардың рахметін алғысын алса, өте жақсы деп ойлаймын. Бұл өнім, мен өзім ырзамын, денсаулығым жақсы болғаннан, мен осы өнім шығарған адамдарға рахметімді айтқым келеді. Мен ырзамын соған.